Қаражаттар нақты мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін бөлінген. Алайда квазимемлекеттік сектор оларды мақсаты бойынша қолданудың орнына депозиттік шоттарға орналастыру арқылы минималды пассивтік кіріс алып отырған. Бұл жағдай мемлекеттік бағдарламалардың уақытылы және сапалы іске асырылуына кері әсерін тигізеді. Квазимемлекеттік сектордың жекелеген лауазымды тұлғалары осы жағдайды заңсыз жеке пайда табу үшін пайдаланып отырған факті бойынша тергеуді анықтады. Яғни 2017-18 жылдары Ауыл шаруашылық министрлігі Аграрлық несие корпорациясы басқарма төрағасы Сарыбаев Нұрмұханның басшылығымен банктың депозиттік салымына 5,3 миллиард теңге сомасында ақшалай қаражат орналастырылған. Көрсетілген әрекеттері үшін Сарыбаев жүйелі түрде және бірнеше траншпен келісім агенті ретінде шыққан және депозитті таратқаны үшін 53,5 миллион теңге мөлшерінде банк сыйақысын алған және жеке тұлғадан 11 миллион теңге көлемінде пара алған.